Армысыздар ардақтаған ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Есім Рүстем болады. Құрметті достар, бүгін сіздерге арнайы тақырып әскери баспана бағдарламасы бойынша ұсыныстар, лайфхактар десек те болады. Егер сіз Қорғаныс министрлігінде, ұлттық қауіпсіздік комитетінде немесе арнайы мемлекеттік қызметкер болсаңыз, ішкі істер министрлігінің арнайы бөлімдерінде жұмыс жасап, тұрғын үй төлемдерін алып жатсаңыз, дәл осы видео сізге арналады. Естеріңізге сала кетейін, август айында 15% алғашқы жарнамен 8%-бен әскери баспанасы басталады. Сол бағдарламаға қатыспас бұрын міндетті түрде сіз осы видеоны көруіңіз керек. Бұл жерде өзінің кішігірім өзгерістері бар. Міндетті түрде егер сіздің әскери қызметте жұмыс жасап жүрген таныстарыңыз болса, осы видеоны таратыңыздар. Менің ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ана жерде подписаться деген кнопка бар. Сәл ғана соны басып қойсаңыздар, менің еңбегімнің жанып атқанын көрсетесіздер. Тақырыпты бастайын. Түзел, тік тұр, назар мына менің тақтамда болсын. Құрметті достар, ең бірінші сіздерге ұсынатын ұсынысым 50% алғашқы жарда қолыңызда болса, немесе отбасы банк депозитіне жинап қойсаңыз, әскери баспана бағдарламасының екінші нұсқасы 50%-ын бірден салып, доход көрсетіп, 6%-бен займ рәсімдей беруге болады. Бұның өзіндік артықшылықтары бар. Қандай артықшылық? Біріншісі, максималды қарыз сомасы 100 миллион теңгеге дейін. Бұл тек қана отбасы банкінде, басқа банктерде бұндай қарыз сомасын сіз ала алмайсыз. Екінші артықшылығы, сіз ең бірінші 6%-бен займ рәсімдегеннен кейін, ол сіздің депозитіңіздегі опыға байланысты, депозиттің жылдық мерзіміне байланысты, кейін 6%, 3,5%-ға дейін төмендейді. Тұрғын үй займына өтесіздер. Көрдіңіздер да? Тағы да бір артықшылығы, жаңағы 15%-бен алғашқы жарна 8%-ның ставкамен болатын әскери баспана бағдарламасын тосып жүрмейсіздер. Жылдың кез келген уақытында 12 ай бойы 50% бар ма? Бірден саласап, әскери баспананың екінші нұсқасымен ала бересіздер. Міне, осындай 3 артықшылығы бар. Уайымға салынбайсыз. Вознаграждение аз. Ойбай, мен ананы тосуым керек, вознаграждение жинау керек деп уайымдамайсыз, бірден ала бересіз. Бұл бірінші ұсыныс сіздерге. Екінші ұсыныс, құрметті достар, мен өзімнің оқырмандарыма үнемі ұсынып жүремін. Жалпы онлайн уступканың мен атасымын десем де болады, артық айтпағаным. Жалпы онлайн уступканы өмірге алып, видео ретінде түсіріп әкелген мен болатынмын. Ең алғаш 2019 жылы бұл пайда болған болатын, ол кезде кішкене аукцион болатын, кішкене басқалай болатын. Қазір онлайн уступка өте тиімді, себебі депозиттердің бағасы арзан, құрметті достар. Оның осындай артықшылығы бар. Келесі артықшылығы қандай? Сіз арнайы біреудің пісіп жетілген депозитін сатып алсаңыз, ипотеканы 3,5%-бен 5% аралығында рәсімдейсіз. Бұл екінші артықшылығы. Үшінші артықшылығы, банкке артық төлем, переплата анағұрлым аз болады. Төртінші артықшылығы, бұл жерде банкке төлейтін ешқандай комиссия жоқ. Тек қана страховка, договор купли-продажа, нотариуске ғана комиссияларын төлейсіз, болды. Ол үшін сізде не болу керек? Үй құнының 50% болу керек. 20 миллионға үй аламын десеңіз 10 миллион болу керек. Өнен кейін вознаграждение сатып алатын ғана ақша керек. Болды. Міне, ең керемет ұсыныс осы. Мен үнемі аралық займмен ипотека рәсімдейтін жаңағы клиенттеріме осыны айтып отырамын. Давайте онлайн уступкамен хотя бы мүмкіндігінше бір 3 жыл мерзімі бар депозит сатып алайықшы деп. Себебі 1,5 жылдан кейін тұрғын үй займына өтесіздер. Ал пісіп жетілген дайын депозит сатып алсаңыздар, бірден тұрғын үй займын рәсімдейсіздер. Яғни миллиондарды үнемдейсіздер. Миллиондарды үнемде атты арнайы видео менің YouTube каналымда бар. Плейлист бөліміне өтіп, жекпе-жек бөлімшесінен қарасаңыздар болады. Ары қаратай, құрметті достар, үшінші лайфхак 7-20-25 бағдарламасы аясында да ипотека рәсімдеуге болады. Бұл да өзінше бір тиімді бағдарлама. Құрметті достар, егер сіз әскери қызметкер міндетті түрде ақша жинамай жүрсеңіз отбасы банк депозитіне, немесе сіз бойдақ болсаңыз, мысалы, әр адам отбасы мүшесіне байланысты тұрғын үй төлемдер төленеді ғой. Сізде жаңағы қаражат аз, 50% алғашқы жарна жоқ, тек қана қолыңызда 20% алғашқы жарна болса, осы 7-20-25 бағдарламасы аясында ипотека рәсімдеңіздер. Қазір көп адамдар айтуы мүмкін, 7-20-25 переплатасы 1-1 деген сияқты. Бұның да өзіндік артықшылықтары бар, құрметті достар, оны өзіңіз қарапайым тілмен сізге жеткізейін, қараңыз. 20 миллионға пәтер алдыңыз, доллар құнсызданып, жаңа өсіп жатыр, теңге құнсызданып жатыр да. Үйдің бағасы инфляцияның арқасында ұлғайып жатыр да. Бізде көптеген құрылыс материалдарын шетелден алып келеді, сондықтан импорт басқа қаладан, ал үйдің бағасы жыл сайын өсіп отырады. Яғни сіз
кезінде 20 миллионға үй алсаңыз, ол 5 жылдан кейін немесе 6 жылдан кейін переплатаның өзін жауып тастайды. Яғни 1-1. Ешқандай артық төлемсіз десек те болады. Бұл 7-20-25 бағдарламасы жыл соңына дейін бітіп қалу қаупі бар. Сондықтан егер сіз отбасы банкінде ақша жинамай жүрсеңіз, міндетті түрде осы бағдарлама аясында да алуға болады. Ол үшін не істейсіздер? Мындай бір аңыз әңгіме бар. Отбасы банкінен арнайы шот аштық, отбасы банкімен 3 жақты келісімшартқа отырғаннан кейін, мына 7-20-25 отбасы банкінде жоқ, екінші банктерге бара алмаймыз ғой, ана жерде ақшаны ұстап қалады ғой деген. Ондай емес, құрметті достар. Сіздердің еріктеріңізде барлығы. Яғни отбасы банкіндегі арнайы шотыңызды жауып, кез келген екінші деңгейлі банктен арнайы шот ашып, сол банктен ипотека рәсімдей берсеңіздер де болады. Кеттік ары қаратай. Төртінші ұсыныс үй кезегіне тұру. Тұрғын үй қатынастары заңына байланысты сіз мемлекеттік қызметкер ретінде, әскери қызметкер ретінде үй кезегіне тұра аласыз, құрметті достар. Үй кезегіне тұрсаңыз, сізге тағы да бір қосымша 2 бағдарлама пайда болады. Ол қандай? Нұрлы жер бағыты бойынша шаңырақ және кредитный жилье. Ол жерде 10% алғашқы жарнамен 5%-бен ипотека рәсімдеуге болады. Бұл жердің қандай артықшылығы бар? Ең бірінші, алғашқы жарна аз. Екіншісі, процентный ставкасы аз. Үшінші артықшылығы, сіз арнайы мемлекеттің салған үйлерінен ипотека рәсімдейсіз. Ол жерде 1 шаршы метрінің бағасы шектелген. Алматы қаласында 240 мың теңгеге дейін болса, Нұр-Сұлтан қаласында 220 мың теңгеге дейін. Мысалы, Шымкент қаласында 200 мың теңгеге дейін деген сияқты сондай арнайы бір бағамен шектелген пәтерлер. Яғни 1 бөлмелі пәтерді 7 миллионға, 2 бөлмелі пәтерді 13 миллионға, 3 бөлмелі пәтерді 16, 17, 18 миллион теңгеге алуға болады. Көрдіңіздер ма? Қандай мүмкіндік? Көп әскери қызметкерлер осыны білмейді. Міндетті түрде кезекті КЗ сайтына кіріп, әзірден бастап тіркелей беріңіздер. Кезекті КЗ сайты арқылы өтінім қалдырыңыздар әскери қызметкер ретінде. Міне, құрметті достар, бұл сіздерге 4-ші ұсыныс. Енді, құрметті достар, мынандай бір тағы да әскери қызметкерлердің қателігі бар. Сіздерге соны айта кетейін. Спецшоттағы ақшаны депозитке аудармайды ғой кейбір қызметкерлер. Әсіресе ұлттық қауіпсіздік комитетінде істейтін әскерилер осыған бір беріліп алған ғой. Ана спецшотта тұру керек ақша деген. Құрметті достар, ондай қағида жоқ. Тұрғын үй қатынастары заңына байланысты, сіздердің жаңағы өздеріңіздің ішкі жаңағы уставтарыңызға байланысты, мысалы сіздерге тұрғын үй жаңа төлемдер төленеді ғой. Ол төлемдерді сіз үй жағдайын жақсарту үшін алып жатсыздар. Арнайы шот, яғни спецшот деген, ол сіздің мекемені және отбасын біріктіретін шот. Яғни сол шотқа сіздердің тұрғын үй төлемдеріңіз түседі. Ары қаратай сіз ол тұрғын үй төлемдерін өздеріңіз еріктеріңізбен қолдануларыңыз керек арнайы мақсаттарға. Яғни отбасы банк депозитіне жинау, аренда болса арендаға жіберу, жаңағы ипотека қарыз болса ипотека қарызды жабуға деген сияқты. Көрдіңіздер ма? Сондықтан мына спецшоттағы ақшаны міндетті түрде отбасы банк депозитіне аударып отырыңыздар. Оның қандай артықшылығы бар? Мемлекеттен 20% премия аласыздар 200 МРП-ға дейін, және банктен 2% вознаграждение аласыздар. Қазір ақша жинамай жүрген, мысалы, әскери қызметкерлер ойбай деп қалды ғой. Себебі 2022 жылғы әскери конкурс кімнің вознаграждениесі мықты, сол кісілер ұтады. Көрдіңіздер ма? Осы уақытқа дейін отбасы банк депозитіне ақша жинап келгендердің мүмкіндігі зор. Сондықтан, құрметті достар, спецшоттағы ақшаларыңызды міндетті түрде депозитке аударып отырыңыздар. Бұл бір. Ары қаратай кеттік, құрметті достар, ең маңыздысы 2022 жылы біз алдыңғы видеоларда мен айтып жүрген болатынмын. Нұрлы жер бағдарламасы сияқты болады деп. Сізде бірнеше депозит болса, әрқайсысына галочка қойып, әр депозитті таңдап, барлық депозитпен қатыса беруге болады деген болатын. Енді кішігірім өзгеріс, мұқият тыңдаңыздар. Конкурс басталмас бұрын отбасы банк бөлімшесіне барып, егер сізге туысқандарыңыз берген депозиттер болса, жаңағы туыстық қарым-қатынас дәлелдеп сіздерге өткізген депозит болса, немесе өзіңізде бірнеше депозит болса, соны мына арнайы депозитке біріктіру керек. Бір адамда отбасы банкінде бірнеше депозит болуы мүмкін, шектеу жоқ. Бірақ әскери қызметкерлерде арнайы депозит бар. Арнайы шот бар және арнайы депозит бар. Сіз 3 жақты келісімшартқа отырған кезде отбасы банкінен арнайы шот ашқансыз боласыз. Және арнайы депозит, яғни ақша жинайтын депозит. Сондықтан, әрқайсыңыз өзіңіздің отбасы банк қосымшасына кірсеңіздер, бірнеше депозит тұруы мүмкін. Сол барлық депозитті арнайы депозитке біріктіресіздер. Оны тек қана отбасы банк бөлімшесінде менеджерлер жасайды. Онлайн ол болмайды.
құрметті достар, міндетті түрде. Бұл неліктен? Сіз бір ғана спецшот, жаңа спецклад дейді ғой, сонымен ғана конкурске қатысасыз. Яғни нұрлы жер сияқты барлық депозитті таңдау мүмкіндігі болмайды. Сондықтан барлық депозитті бір жерге біріктірсеңіз, жаңағы депозиттердің вознаграждениялары бірігеді. Көрдіңіз ба? Сіздің мүмкіндігіңіз артады деген сөз. Ертең конкурс басталған күні соңында бір ғана депозит таңдап қалып, конкурстан ұтылып қалып жүрмеңіздер. Алдын ала осыған дайындалыңыздар. Ары қаратай, құрметті достар, тағы да мынандай бір аңыз бар. Алматыда қызмет атқарып жүрсек, тек қана Алматыдан алуға болады. Нұр-Сұлтанда қызмет атқарсақ, Нұр-Сұлтан қаласынан деген сияқты, ондай жоқ. Сіз Шымкент қаласының қызметкерісіз, әскери қызметкер, Нұр-Сұлтан қаласынан алғыңыз келе ма? Шектеу жоқ, ала аласыз. Ақтауда тұрасыз ба? Шымкенттен алғыңыз келе ма? Пожалуйста, алуға болады. Ешқандай шектеу жоқ, құрметті достар. Көрдіңіздер да? Аймаққа байланысты шектеу жоқ. Өнен кейін келесі ұсыныс, құрметті достар. Мысалы, 2022 жылы конкурс август айында басталады дедік, ол августтың 1-і бола ма, 2-сі бола ма, ол әлі белгісіз. Бірақ конкурс 1 ай жүзеге асады. 1 ай. Яғни, мысал ретінде айтайын сіздерге. 1 августте конкурс басталады. Жапа тармаға, яна барлық баспана маркетіне жаңа кіріп, сайт істемей қалып жүрмесін. Асықпаңыздар. Асыққаннан Құдай сақтасын. Асықпаған арбамен қоян қуып жетеді деген бар. Сондықтан конкурске не құрылым мен ұсынам сіздерге. 29-ы, 30-ы, 31-не дейін беріңіздер. 31 августте, бұл менде ұсыныс. Неліктен? Теңге тиыннан құралады. Көп жаңағы сайттарда мынандай информация жүр екен, отбасы банкінің беретін вознаграждениесі өте аз, ешқандай рөл ойнамайды деп. Құрметті достар, 1 вознаграждение, 2 вознаграждение, 10 вознаграждение болса да рөл ойнап кетеді. Сондықтан кішкене айдың соңына таман берсеңіздер, сол айдың вознаграждениесі сіздің депозитке отырады, сонан кейін бар өтінім берсеңіздер, яғни анау учетқа алынады. Көрдіңіздер ме? Айдың басында беріп қойсаңыздар, сол кезде қандай вознаграждение болды, сол ғана есепке алынып қалады. Сондықтан кішкене соңына таман беріңіздер. Бұл менде әрине ұсыныс, оны өздеріңіз шешімді қабылдайтын сіздерсіздер. Онан кейін ары қаратай, құрметті достар, мынандай бір тағы да ұсыныс. 6 ай бұрын сіз жұбайыңызға жаңағы байқамай немесе біліп тұрып жұбайыңыздың иінімен арендаға деп ақша шешіп алған болсаңыз, 6 ай бұрын қанша ақша шештіңіздер, соны ақырында қолдарыңызға ұстап дайындап тұрыңыздар. Қазір текущий счетқа оны немесе депозитке сала салудың қажеті жоқ. Мен әйеліме осы аударып едім, соны сала салам деп. Ол ешқандай маңызы болмай қалады. Судың да сұрауы бар, құрметті достар. Негізінде сіз әйеліңізге, жұбайыңызға, яғни иінімен ақша аударған болсаңыз, яғни сіз заң бұздыңыз. По факту заң бұздыңыз. Айтып тұрмын ғой, судың да сұрауы бар. Ең бірінші конкурске қатысасыздар. Конкурске қатысып, негізгі тізімге өтсіңіз, банк бөлімшесіне келдіңіз. Егер менеджер, банктың менеджері әйеліңізге ақша аударған екенсіз, соны қайтаруға тура келеді десе, сіз сол жерде банктың менеджеріне түсініктеме жазасыздар да, ана аударған ақшаны текущий счетқа саласыздар. Арнайы сіздерге текущий счет ашылады, ол сіздерде бар. Сол счетқа саласыздар, сол счет арқылы ол сіздердің депозиттеріңізге отырады. Міне, сөйтіп жаңағы мақсатсыз кеткен ақшаны қайтарасыздар ғой, бір сөзбен айтқанда. Көрдіңіздер да? Қазірден бастап салып тастамаңыздар. Бірінші конкурстан өтіп, банк бөлімшесіне келіп, одобрение алатын кезде менеджермен ақылдасасыздар. Одан кейін, құрметті достар, тағы да мынандай бір қате пікірлері бар. Отбасы мүшелеріне байланысты максималды қарыз сомасы деген сияқты. Мысалы, отбасында бір адам болса 6 миллион береді, Нұр-Сұлтан қаласында, Алматы қаласында бір адамға 5 миллион деген сияқты. 3 адам болса, біз 15 миллионға пәтер алады екенбіз деген. Ондай емес. 15% алғашқы жарна, 8%-бен ипотека рәсімдегенде сіздер максималды 50 миллион теңгеге дейін ипотека рәсімдей аласыздар. 50 миллион теңгеге дейін қарыз аласыздар. Сіздің алып атқан үйіңіз 60 миллион болса, ар жағында 10 миллион теңге қалтаңызда болса, наличныймен сатушыға бере салуға да болады, құрметті достар. Міне, естеріңізде сақтаңыздар. Яғни отбасы мүшелеріне байланысты қарыз сомасы шектелмеген. Максималды қарыз 50 миллион теңге. Ұмытпаңыздар. Міне, құрметті достар, барынша сіздерге осындай керемет ұсыныстарды айттым. Тағы да бір ұсыныс айтқым келіп тұр. Айтайын ба? Мұқият тыңдаңыздар, қараңыздар. Доход көрсетпей ипотека рәсімдеуге болады. Қазір есіме түсіп тұр. Табыс көзін растамай. Көп әскери қызметкерлер айтып жатады ғой, кредитті жабу керек па, кредитный историяға қарай ма деген сияқты. Міндетті түрде кредитный историяға қарайды, бірақ қазіргі қолданыста кредиттеріңіз болса, сіз ай сайын Каспийге 50 мың төлейсіз, Сбербанкке 70 мың төлейсіз деген сияқты товарный кредиттер бар, автокредиттер бар да. Бірақ сіз
ипотека рәсімдегенде доход көрсетпей алуға мүмкіндік бар. Ол қалай? Мысалы қараңыз, 30 миллионға үй алам дедіңіз, сізге ай сайынғы төлемді шығарып берді 250 мың теңгеден деді. 250 мың теңгеден деді. Сіз 350 мың теңге тұрғын үй төлемін аласыз. Яғни сіздің алып атқан тұрғын үй төлеміңіз ай сайынғы төлемден көбірек, ешқандай кредитіңіздің учетқа алынбайды. Яғни жаңа төлеп атқан кредиттеріңіз сіздің доходтан минусовать етілмейді. Яғни доход көрсетпейді, займ рәсімдей беруге болады. Міне, құрметті достар, бүгінгі ұсыныс сіздерге осы. Барынша түгел талдап шықтым. Қолданыңыздар. Әскери қызметкер болсаңыз, міндетті түрде осы видеоны көріңіз. Өзіңіздің қызметкер досыңызға таратыңыз. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.